Бел мен бүйрек ауруын шатастырып алмаңыз. Бұл екі аурудың белгілері бірдей болғанымен, емделу жолдары әртүрлі. Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода бел мен бүйрек ауруының алдын алу және емделу жолдарына тоқталатын боламыз. Достар, біздің арнаны көрермендеріміздің 89%-ы тіркелусіз қарайды екен. Сондықтан біздің арнамызға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны баса кетіңіздер. Бүгінде екінің бірінің бел ауырады. Ауру белгісі де әртүрлі көрініс береді. Әрі қандай да бір уақыт аралығында қайталанып тұрады. Алайда кейбіріміз бел мен бүйрек ауруын ажырата алмай жатамыз. Негізінде ауыртпалығы бірдей болғанымен, белгілері екі түрлі екенін ұмытпаңыз. Сондай-ақ емі де екі түрлі болмақ. Егер сіз мазалап жүрген беліңіз немесе бүйрегіңіз екенін білмей жүрсеңіз, мына белгілерге мұқият болыңыз. Достар, видеоны соңына дейін көруге кеңес береміз. Видеода бұрын-соңды сіз естіп білмеген тың ақпараттардың барына сенімдіміз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны баса кетіңіздер. Бүйрек ауруының белгілері. Бүйрек айналасынан ауырлық сезіледі. Жалпы жағдайыңыз нашарлайды. Әлсіздік, енжарлық пайда болады. Қалтырау, дене қызуы көтеріледі. Іштің төменгі тұсы ауырып, несеп шығаратын кезде қиындық туады. Несеп түсі қоюланып, сасық иіс шығады. Асқынған жағдайда несепке қан мен ірің араласады. Жүрегіңіз айнып, құсқыңыз келеді. Үлкен дәрет өзгереді. Ұйқышылдық және шаршау жайлайды. Қан қысымы көтеріледі. Таңертең көздің айналасы іседі. Міне осы белгілер бүйрек ауруынан дерек береді. Егер бел мен бүйрек ауырып мазаласа, онда терапевт, нефролог, травматолог дәрігерлерінің көмегіне жүгіну керек. Жоғарыда аталған белгілердің тууына қант диабеті, кариес, бадамша безінің қабынуы және басқа да вирустық аурулар, бүйректің қабынуы, бүйректің төмен түсуі, бүйрек және бүйрек түбінің қабынуы, жүктілік, әсіресе соңғы айлардағы жүктілік ауыр өтеді. Ағзаның қорғаныс қабілетінің төмендеуі, бүйректің шаншып ауруы, құм мен тастың жиналуы, ағзаның жарақат алуы себеп болуы мүмкін. Сонымен қатар, темекі мен спирттік ішімдіктерде бүйректі зақымдайды. Бел ауруының белгілері. Бел ауырған кезде аяқ пен шап қоса ауырады. Бел ауруы басқа ағзалардың ауырғанмен бірдей көрініс береді. Әсіресе ауыр зат көтергенде, ыңғайсыз қимылдағанда бел ауырып, адам қалтырай бастайды. Бел ауырған кезде қызу көтерілмейді. Жүрек айну, құсу сияқты жайсыздықтар орын алмайды. Сонымен қатар, азын-ақ жел соққанда, остеохондроз және сегіз көздің ауруы, жұқпалы ауру жұқтыру, омыртқа бағанасының жарақат алуы, жарық, грыжа, омыртқаның жылжуы, буындардың суықтауы бел ауруынан көрініс береді. Жоғарыда көрсетілген белгілерге қарап, өзіңіздің нақты қай ағзаңыздың ауырғанын анықтап алыңыз. Егер бүйрек ауруының белгілері байқалса, несеп пен қанға сараптама жасатыңыз. УЗИ-дан өтіңіз. Бұл аппарат бүйректің қабынуын ғана анықтап бермейді. Сонымен қатар, жатырдың жағдайында көре алады. Оған қоса, онкологиялық ісіктің бар жоғын анықтайды. МРТ немесе КТ бел мен бүйректі тексеруге болады. Рентген. Бұл аппарат остеохондроз немесе протрузия ауруларын анықтауға қабілетті. Емделу жолдары қандай? Ауруыңыз нақтыланған соң, ұсынылған ем шараларын үзбей алуға міндеттісіз. Одан бөлек, тамақтану мәзіріне де мұқият болыңыз. Бойыңызды дендеген дерттен құтылғанша, майлы, ащы, газды, тұзды тағамдарды шектеңіз. Физикалық салмақ салатын жұмыстарды жасамаңыз. Иммунитетті нығайту үшін дәрумендер жиынтығын қабылдаңыз. Мейлінше көкөністер мен жемістерді үзбей жеп, сұйықтықты көбірек ішіңіз. Сонымен қатар, беліңіз бен аяғыңызды жылыстаңыз. Жеңіл жаттығу жасаңыз.
таза ауада серуендеңіз. Бір қырыңызбен көп жатуға немесе отыруға болмайды. Салқын душ қабылдамаңыз. Арнайы төсенішпен жастыққа жатуға тырысыңыз. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сонымен бірге, осы видеоны өзіңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жіберуді өтінеміз. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер.